Кешегіде қайнағам мен абысындарымыз қандыағаштан шықтық деген кезде аяқ асты шайға ештеңе дайын емеспін ғой деп бірінші венский вафлиімді дайындап жібердім. Одан кейін шарлотка пирогын жасай қойдым және де круассандар жасап жібердім. Барлығы дайректке круассандардың тестосын сұрап жатыр. Бұл круассандардың дайын слоеный дрожжевой тестосы болатын, өте оңай дайындалады. Әрдайым жасап тұрамын, күшті көтеріліп осылай дүкендегідей болып шығады, өте дәмді болып арасына нутелламен жасай қоямын. Ал Kenwood машинасына бауырсақтардың тестосын жасап тастағанмын. 20 минутта көтеріле қойды. Осындай өте күшті болып көтеріледі екен, ерекше болып шықты. Осы жолы бауырсақтарым менде кейде дұрыс шықпай қалатын, кейде көтерілмей қалатын. Именно қонақ келген кезде солай бауырсақтарың дұрыс шықпай қалатын. Ал обедке лағманымды жасап берейінші деп осы жолы лағман жасауға кірісіп кеттім. Өте оңай жасалады Kenwood машинасында. Алдымен тестаңызды басып дайындап қоясыз. Одан кейін осындай насаткалармен бірінші жайып аласыз. Одан кейін лағман кесетін насаткасын салып, лағманыңызды 1 минутқа жетпейтін уақытта кесіп дайындап береді. Қайнап тұрған суға тек салып пісіре қоясыз. Оның арасында салат та дайындап үлгердім. Kenwood машинасында неше түрлі насаткалары бар. Осындай салат дайындайтын насаткасын қойып, капустадан осындай өте дәмді салатымды да дайындап жасай қойдым. Ал егер Kenwood машинасын толқын промокодымен алатын болсаңыздар, 2 таңдаған кез келген насаткаңызды сыйлыққа алатын боласыздар. Толық ақпарат түсіндіру үшін маған жазыңыздар.